Сенаттың депутаты болып тағайындалғанына байланысты Мұхтар Абрарұлы істеп жүрген қызметінен босатылады. Осы 2 жылдай жұмыс істеп, тапсырманы орындап, елді аралап, партиялардың жұмдарымен қатынасып, жергілікті жерлерде саясатты түсіндіріп, көп жұмыс жасаған үшін рахметімді айтамын. Партиямыздың төрағасының бірінші орынбасары болып Мәулен Ашимбаевты тағайындауды ұйғардым. Баршаларыңыз білесіздер, политсоветтің мүшесі біздің президенттің аппаратында істеді менің жанымда. 5 жылдан артық депутат болып отыр. Үлкен бір комитетті басқарады мәжілістің ішіндегі. Бәрімізге белгілі, сауатты, өзімізден де, шетелден де білім алған азамат. Сондықтан жастарды тартып, партиямыздың дәрежесін жоғары көтеруге қызмет істейді деп сенемін. Құтты болсын. Наша партия стала важной политической силой государства, которая определяет нашу политику, и мы через партию осуществляем все наши программы, которые составлены и объявлены народу. Если мы не хотим отстать, разрыв, который у нас есть, преодолеть, нам надо быстрее двигаться, поэтому последнее послание, 4-я индустриальная революция, как раз на это направлена. Наши 100 шагов были на это направлены, наша инфраструктурная программа на это была направлена, индустриальная программа была направлена. Все они непростые, все работают, идут, но сейчас вопрос, как они работают, как они работают. Нам не надо просто строить предприятия, нам надо строить предприятия, которые необходимы, которые будут производить экспортную продукцию, которая востребована. Надо стараться, чтобы партия участвовала во всех этих программах. У нас есть изъян здесь. Значит, все должно проходить через партию. Барлығы ел үшін, құқық қорғау органдарын түзеп жатқанымыз ел үшін, заңды түзеп жатқанымыз ел үшін, елдің барлығы заңға жүгінсін, заң барлық мәселелерін шешсін деп отырмыз. Тексерулер азайсын деп отырмыз, шағын орта бизнес көбейтін деп отырмыз. Үй құрылысының бірнеше бағдарламалары бар. Не жасап жатыр олар, қалай болып жатыр, қаражат қалай пайдаланып жатыр. Жұмыс істеу үшін толып жатқан барлық жолдар бар. Менің айтып отырғаным барлық мемлекеттің жұмысы әрине, бірақ та соның ішінде партияның жұмысы жарқылдап көрініп тұру керек.